Диетология, нутрициология, салауатты өмір салты осының барлығы тамақтану мәдениетінен басталады. Тамақтану мәдениеті өте қарапайым, өте маңызды, пайдалы ілімнің бірі. Сіздің күнделікті өміріңізге қажетті ілім. Бұл мәдениетті игере отыра, сіз күнделікті тұтынып отқан асыңызға қарым-қатынасыңызды өзгертесіз. Ас сіздің арқауыңыз бола ма, немесе ауру астан бола ма, таңдау өзіңізде. Үшінші таңдау жоқ. Тән саудың жаны сау деп, сіз өзіңіздің тәніңізді өзіңіз жақсы болуына, немесе аурушаң болуына ықпал етесіз. Бұны неден бастаймыз деген сұрақ болады. Тамақтану мәдениетін ең алдымен кез келген ас ішпес бұрын бір кесе немесе екі кесе жылы су ішуден басталады. 20 минут бұрын. Сосын 20 минуттан кейін ас ішесіз, тоймай, өйткені біздің асқазанымыздың көлемі жұдырығымыздай. Және де астың барысында және астан кейін су ішпейміз. Шай да ішпейміз, компот та ішпейміз. Оны 40 минут кейінге қалдыру керек. Неге? Өйткені Алла Тағала біздің ас қорыту жүйемізді осындай реттілікпен жұмыс істеуге жаратқан. Осындай реттілікпен жұмыс істегеннен кейін сіздің ас қорыту жүйеңіз сізге қызмет ете бастайды. Өйткені 80% иммунитетіміз біздің ас қорыту жүйемізде орналасқан.